Қымбатты жас жұбайлар, бүгін сендер үшін өмірдің жаңа беті ашылды. Бүгін сендермен деген сөзден біз деген қасиетті ұғымға қадам бастыңдар. Бұл жай ғана неке емес, бұл екі жүректің келісімі, екі тағдырдың тоғысуы, екі әулеттің бір-біріне аманатқа берілген күні. Отбасы махаббатпен басталады, бірақ ол махаббатпен ғана сақталмайды. Оны сақтайтын сабыр, оны көркейтетін сыйластық, ал оны баянды ететін сенім. Қымбатты жастар, өмірде бәрі болады. Қуанышты күнде, қиын кезеңде, түсініспеушілікте кездеседі. Бірақ қандай жағдай болса да, біріңе қарсы емес, біріңнің қасыңда болыңдар. Ер азамат отбасының қорғаны, жарыңның көңілін табу әлсіздік емес, нағыз ерліктің белгісі. Ал әйел отбасының берекесі, үйдің ішіне жылу мен тыныштық әкелу ананың ең үлкен құдіреті. Біріңе дауыс көтермей тұрып, алдымен жүректеріңмен сөйлесіңдер. Ренішті ұзақ сақтамаңдар. Өйткені, реніш махаббатты азайтатын көрінбейтін дұшпан. Ақша табылмай қалған күнде де, денсаулық сыр берген сәтте де, уақыт тығыз болғанда да, біріңе тірек болыңдар. Себебі байлық жиналады. Ал сенім жоғалса қайта табылмайды. Ата-ананың батасы жол ашатын жарық шам. Оларды сыйлаңдар, алдыңнан кесіп өтпеңдер, арттарыңнан дұға етіп отыратындай болыңдар. Алла қаласа, бұл шаңырақтан баланың күлкісі естілсін, ананың мейірімі төгілсін, әкенің абыройы артсын, ұрпақтарың елге қызмет ететін, жерге ие болатын азамат болып өссін. Қымбатты жас жұбайлар, біріңді бүгінгідей құрметтеп өтсеңдер, бақыт өздеріңе өзі келеді. Сенімдерің мықты болса, тағдыр да сендерге сынбайды. Осы қуанышты күні сендерге тек жақсылық тілей отырып, махаббаттарың мәңгі, шаңырақтарың биік, өмірлерің берекелі болсын демекпін. Бақытты болыңдар, жас жұбайлар.